Түркістанда спорт күні аталып өтті. Жиынға Түркістан облысының барлық аудандарынан спортшылар мен осы салада еңбек етіп жүрген қызметкерлер жиналды. Оларда Аманат партиясының атқарушы хатшысы Бейсен Тәжібаев пен Түркістан облысы спорт және дене шынықтыру басқармасының басшысы Қанат Жолдықараев құттықтап, арнайы алғыс хаттармен марапаттады. Спорт күні Қазақстанда 2003 жылдан бері тамыз айының 3 жексенбісінде аталып өтіледі. Кәсіби мерекеден Түркістан облысының сала қызметкерлері де қалыс қалмады. Шара барысында жыл басынан бергі спортшыларымыздың жеткен жетістіктері мен алдағы мақсат жоспарлар айтылды. Бүгінгі спорт саласының төл мерекесі құтты болсын. Түркістан облысының Қазақстан Республикасындағы чемпионаттарда біріншілерде өте үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Біз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жастар мен жасөспірімдерге көңіл аудару программасында қазіргі таңда Түркістан облысында 59 спорт түрі болса, сол 59 спорт түрінің барлығынан біздің жастар мен жасөспірімдеріміз бірінші үштікте. Түркістан облысының жаттықтырушыларының еңбегінің арқасында мен ойлаймын, алдағы 2024 жылы болатын Олимпиадада Түркістан облысына алтын медаль келеді деп. Бүгінде облыста спортпен шұғылданатындар саны 700 мыңнан асып жығылады. Бұл халықтың 36%-ын құрайды. Арасында халықтың көк байрағының желбіреуіне бар күш-жігерін салып, ел абыройын асқақтатып жүрген жандар да жетерлік. Солардың бірі дзюдо күресінен әлем чемпионатының қола жүлдегері Айдар Арапов. Осы бүгінгі келіп жеткен спорт күнімен барша қазақ елін құттықтаймын. Құтты болсын. Тек жетістік қазақтың көк туын көкке желбірете берсін. Қазағымыздың атын шығара берсін. Алда жоспар бізде, Алла қаласа, ноябрь айында ел чемпионаты. Дайындық ойдағыдай өте жақсы. Ақырындап дайындық келеді. Бізге осы Түркістан облысының өзіміздің мектебіміз Бекзат Саттархан сол өте жақсы қолдау көрсетіп отыр. Ағайларымызға рахмет. Түркістан облысында халықаралық стандарттарға сай спорт нысандары бой көтеріп жатыр. Мәселен, жақында ғана халықаралық теннис орталығы пайдалануға берілді. Енді қазан айында екі бірдей жаңа ғимараттың құрылысы аяқталады. Бірі Тұран футбол академиясы болса, ендігісі 1200 адамға арналған мұз сарайы болмақ. Айта кетейік, жыл басынан бері облыс спортшылары 59 спорт түрінен 1000-ға жуық медальға қол жеткізген. Оның ішінде Қазақстан Республикасы мен Азия және әлем чемпионатының жеңімпаздары да бар. Айдана Дүйсенбаева, Нұридин Ысқақ, Түркістан 24.